Бүгін барлық қызметкерлер, елдегі азаматшалар бүгінгі Конституция күнімен құттықтап өздерінің әлеуметтік желілеріне жарыса салып жатыр. Сол қызметкерлердің ішінде кейбіреулері бұл мерекенің құндылығы жоғары, жауапкершілігі өте ауыр екенін түсініп те жатқан жоқ шығар. Кейбір мемлекеттің ақшасын жеп отырғандар үшін бұл мереке жай тойлау үшін сылтауда болуы мүмкін. Бірақ бұл мерекеде құттықтамас бұрын заңды сыйлап, халықты құрметтеу керек. Конституция бұл тілдің ұшымен ғана емес, жүректің түбінен шығып, елдің ішінде үстемдік құру керек. Әйтпесе заңды таптап, аяқ асты етіп, халықтың алдында өтірік құттықтау бұл жасандылық қана. Шынайы құттықтау әділ қызметте, шынайы құрмет әділ шешімде, ал шынайы мереке халықтың сенімінде. Құрметті қызметкерлер, шынайы өмір сүріп, таза ниетпен, адал іспен халықты қуанта беріңіздер. Мереке баршамызға құтты болсын.